Амансыздар ма, қадірлі желі қолданушылары? Бүгін мен сіздердің назарларыңызға пиццаға арналған қамырды дайындамақшымын. Ең алдымен су мен айранды араластырып аламыз. Су жылы болу керек. Айран үйдің бөлменің температурасында болғаны жақсы. Айранның майлылығын мен 3,2% алдым. Кез келген майлылығы айранның жарай береді. Мен қазір бұған тұз салам. Шекер салам, қант. Дрожь салам. Толық рецептісін төмендегі описаниеде көрсететін боламыз. Араластырамын. Онда мен алдын ала електен өткізіп дайындап әкелдім. Жақсылап араластырып жібереміз. Нанды пиццаның қамырын қолмен илемейміз, тек қана үстіп араластырып, жылы жерге 2 сағат қоямыз. Сосын тоңазытқышқа саламыз. Ол салқын ферментациядан өтеді. Егер төменгі табақтың астында ұнғалы жататын болса, бір ас қасық су құйып жіберуге болады. Егер сұйықтау болып жататын болса, бір ас қасық ұн салып жіберуге болады. Міне тестіміз дайын. Ауа өтпейтін қылып, өтпейтіндей етіп, тамаққа арналған мындай пленкамен жауып қоямыз. Енді бұл қамырымызды жаңа айтып кеттім ғой енді. 2 сағат жылы жерге қоямыз. Қадірлі желі көрермендері, бұл тестіні тоңазытқышта 5 күнге дейін сақтап қоюға болады. Бұл өте тиімді. Жаңа шетінен алып, жайлап пісіре беруге болады.